Баршаңызға сәлем, арнаға қош келдіңіздер. Бар жоғы 2-3 заттан ғана тұратын керемет салат жасайтын боламыз. Менімен бірге аяғына дейін болыңыздар. Мұздатқышта тағам таусылғаннан кейін дүкенге баруға уақыт болмай қалатын уақыттар болады. Вот сондай кезеңде бір әдемі салат жасайын деп жатырмын. Менде бір баклажан, бір 2 бұрыш және бір помидор, көк шөптердің қалғаны, жаңағы бір кусок ет бар екен. Осылардан бір әдемі салат жасағым келіп жатыр. Менімен бірге аяғына дейін болыңыздар. Арнаны жоғалтып алмау үшін арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойсаңыздар деген өтінішім бар. Мен күнбе-күн жаңа рецепттермен бөлісіп тұрамын. Менің арнамда көптеген ұлттық тағамдардың да, ыссы тағамдардың да, салаттардың да, тоқаштардың да рецепттері өте көп. Сондықтан да арнадан алыстамаңыздар дегім келеді. Мен баклажандарды осындай ұзын қылып жаңағы турап алдым. Қақ бөлдім де баклажанымды, оны ұзын қылып турап алдым. Енді оны бір азғантай бір ащы дәмі кету үшін мен енді кішкене оны тұзға орап қойып жатырмын. Әрі суы шығу керек. Енді менде бір 2 ғана осы бұрыш қалған екен. Оларды мен ішіндегі дәннен ажыратып, соломка қылып турайын деп жатырмын. Осы құрамдағы көкөністерден үлкен жаңағы көп бір тойымды салат шығады. Негізінде әр нәрсенің де тиімді пайдалансаңыз, одан үлкен жақсы әдемі пайдалы дүние шығаруға болады. Енді мен жалғыз-ақ помидорым. Енді оны да жіңішкелеп, соломка қылып турап алам. Бұрышымды да, помидорымды да, етімді де, бәрінде осы ұзын қылып турап алам бәрінде. Соломка қылып. Пияздарымды қиғаштап әдемілеп турап жатырым. Ішінде әдемі болып жүреді салаттардың. Және пияз, оны да жіңішке қылып турап жатырым. Енді етімді де жаңағы жоғарыда айтып өттім бәрінде. Жаңағы соломка қылып турап аламыз. Мен дәмдеуіштерден арнайы дүкендерде сатылатын дәмдеуіштер қосайын деп отырмын. Оның бірі чили соусы және екіншісі салатный заправка. Алсаңыздар өте тиімді. Сондықтан да мен басқа бұрышта, сарымсақта ештеңеге қоспаймын, тек қана осы 2-ін ғана қосам. Сосын жаңағы кішкене ғана жібу үшін 1-2-3 минуттан осы бұрышымды да әдемі түс беру үшін етімді де, ет піскен ет қой, сонда да қуырып алсаңыз, кішкене дәмде, түсі де өте жақсы болып өзгереді. Сондықтан етімді де қуырып алам. Барлығында 1-2 минуттан қуырып алсаңыз жетеді. Енді менің баклажандарым тұзда тұрған суы шығып тұр екен. Мен олардың бәрін суын сығып алам. Енді суға салып жатқан жоқпын. Жуып алған жоқпын, өйткені бір желініп қалатын. Енді бір ғана баклажан болғандықтан мен оларды осы күйінде де пайдалана берем.
бастысы суы шықты, суымен бірге ашысы да шығады деп есептеймін. Міне етіміз де қуырылып болып қалған екен. Енді осының соңынан біздер жаңағы баклажанымызды қарып аламыз осы майдың қалғанына, және пиязымызды ашысы кеткенше ғана қуырып алатын боламыз. Екінші жағында аударып, онша қызартпай, осындай сарғайған күйінде де ала беруге болады. Бұл енді өте жіңішке оралғандықтан тез қарып алуға болады. Онша көп уақытыңыз кетпейді. Бұндай салатты әрине өзіңізге де, қонақ келгенде де, бәріне де өте ыңғайлы салат. Міне барлық құрамымыз біздің дайын болды. Оны енді бір тереңдеу ыдысқа алып, қоспамызды қосып, мен біразғандай тұз қосып жатырмын. Және жаңағы салатный заправкамды, чили соусымды құям. Осы жеткілікті деп есептеймін. Енді қонақтыққа болатын болса, енді кішкене басқа да бірдемелер қосуға болады. Бұл біздің қазіргі түскі асымызға дайындап жатқан салатым. Қуырылған майымызды да үстіне құйып жібереміз. Сонымен біздің жақсылап араластырамыз. Содан кейін біздің салатымыз дайын болады. Көкшөптерімізді қосып жібереміз. Достар, менің арнама кіріп, менімен бірге аяғына дейін болғандарыңыз үшін көп рахмет айтам. Арнадан алыстамаңыздар. Арнаға тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Достарыңызбен бөлісуді де ұмытпаңыздар дегім келеді. Міне мен осындай бір әдемі ыдысыма салатымды салып жатырмын. Енді бетіне әдемі болып тұру үшін бір-екі бұрыштарды, жаңағы әдемі қуырылған баклажандарыңызды үстіне әдемілеп қойсаңыз, салатыңыздың сыртқы келбеті өте әдемі шығады. Мен және кунжут шемешкілердің үстіне сеуіп жатырмын. Міне барлы жоқ бір-екі заттан осындай әдемі салат шығардым. Үйдегі бар тағамнан сырттан ештеңе келген жоқ. Осындай салат шықты.